Жасанды интеллект бәрімізді жұмыссыз қалдырады. Осындай қорқыныш бар, және де бұл қорқыныш негізсіз емес. Сондықтан да жасанды интеллект құралдарын қазірден бастап тығыз қолдану, жақсылап үйрену өте маңызды. Видеоның соңына дейін қараңыз. Бұл видеоның соңында сіздерге керемет бір екі құрал ұсынатын боламын. Видеоның негізгі тақырыбы жасанды интеллектті, яғни ChatGPT-ді сайт жасауға қолдану. ChatGPT-ді қолдану арқылы сайт жасап жатқан видеолар YouTube желісінде өте көп. Сондықтан ұзақ созбай негізгі мәселелерге тоқталайық. Дұрыс қойылған сұрақ жауаптың жартысы демекші. Сіздің қойған талаптарыңыз сіздің алатын нәтижеңізге тікелей байланысты. Біздің жүретін сұрағымызды промпт деп атайды. Осы нәрсе заманауи мамандықтың пайда болуына әсер етті. Қазіргі заманда промпт инженер деген мамандық бар. Бұл мамандықтың негізгі мақсаты жасанды интеллекттен барынша жақсы нәтиже алу. Сіздерге берер бір кеңесім. Видеоны асықпай қарап, мен жазған промптты мұқият оқыңыз. Тіпті паузаға қойып оқып алсаңыз да болады. Сіз неғұрлым талаптарыңызды дәл қоятын болсаңыз, соғұрлым алатын нәтижеңіз жақсырақ болады. Бұл жерде біз қарапайым сайттың фронтендінің екі парақшасын генерацияладық. Біріншісі тіркелу парағы, екіншісі контент парағы. Оған арнайы бір талаптар қойдық, кейін соларды тексердік. Олардың негізгілері ол сайттың интерфейсінің дизайны қандай болу керек, қолданылатын бағдарламалау тілдері, және де осы сайтымыздың бейімделуі, яғни түрлі экран өлшемдерінде сайтымыздың анық дұрыс көрінуі. Көріп отырғандарыңыздай ChatGPT бірден жауап берді. Ол жауабымызды біз бірден тексердік, бәрі ойдағыдай. Енді уәде етілген екі құралға көшейік. Оның біріншісі Астана Hub қосымшасының ішінде ChatGPT негіздерінен тегін қазақ тілінде курс өте аласыз. Бұл курс әйгілі Skillbox платформасымен бірге отырып жасалған, сол себепті сапасы жақсы болу керек. Ал екінші құрал ол N-Factorial YouTube арнасындағы осы видео. Видеоның аты мазмұнын білдіріп тұр деп ойлаймын, сондықтан да көріңіздер. Ал осы видео ұнаса лайк басып, пікір жазып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Рахмет.